оқушылар? Олай болса, қазақ тілі сабағымызды бастайық. Барлығымыз оқуларымызды, дәптер қаламымызды шығарамыз. Қазір сабағымызды бастамас бұрын ынтымақтастыру атмосферасын қалыптастырып алайық, иә? Қане, Иван, вот, Исраиль. Аяру біз қандай бөлімде жатырмыз? Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Тамаша, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген бөлімді бастадық, иә? Ал олай болса балалар, мына суретке қараңызшы. Суретке қарап мұқият, бұл жердегі жақсы және жаман қасиеттерге тоқталайық. Иә, бұл сурет туралы не айтуға болады? Нұрислам айта ғой. Бір бала ағашты сындырды. Екі әпкесі келіп оған айтты: сен неге ағашты сындырасың? Қоршаған ортаны аялауың керек деді. Ал бала болса істегеніне ұялып тұрып қалды. Жақсы, тамаша. Ал енді осы суретке бір ауыз сөйлеммен қаратпа сөзі бар. Сөйлем құрастырып айтайықшы. Аяру. Олжас, сен неге ағашты сындырдың? Олжас, неге ағашты сындырдың? Тамаша. Бұл жердегі қаратпа сөз Олжас. Олжас. Тамаша. Екінші сурет туралы не айтуға болады? Нұрай. Бұл суретте күшікті таспен атып, ренжітіп жатыр. Қасына бала келіп: сендер не істеп жатырсыңдар? Жануарларға тиісуге болмайды ғой. Болмайды ғой деді, иә? Тамаша. Ал енді осы сөзге, осы суретке қарап, қаратпа сөзі бар. Сөйлем құрастырайықшы. Қандай айталық? Арман, сен неге итке тас лақтырып жатырсың? Арман, неге итке тас лақтырдың, иә? Бұл жердегі қаратпа сөз. Сөз арман. Иә, арманның іс-әрекеті туралы, балалардың іс-әрекеті туралы не айтуға болады балалар? Бұл жерде жануарды аяламайды. Барлық қоршаған ортадағы итті ғана емес, барлық жануар Қорғау керек. иә? Жақсы, тамаша. Демек, бұл балалардың іс-әрекеті дұрыс емес, иә? Жаман іс-әрекетке, дұрыс емес іс-әрекетке жатады екен. Жақсы балалар. Ал енді олай болса, адам бойындағы жақсы және жаман қасиеттерді тізіп айтып көрейікші. Жақсы қасиеттер. Олжас. Сен ата-аналарыңа көмектесу керек. Көмектесу, тамаша. А сен? Сен апа-әжелерге орын беру Дұрыс керек. айтады, ата-әжелерге орын беру, қарт кісілерге. Әмірәлі. Жан-жануарларды қорғау керек. Қорғау, тамаша. Жақсы қасиеттер, иә? Жұлдыз. Үлкендерді сыйлау. Үлкендерді сыйлау. Айғаным. Жан-жануарларды қорғау. Қорғау. Жақсы, тамаша. Ал енді жаман қасиеттер ше? Нәби? Иә. Ата-аналарына ұспау. Иә. Үлкендерге дұрыс қарым-қатынас жасамау, иә? Жаман іс-әрекетке жатады, иә. Ары қарай. Аңсар. Үлкендерге сөз қайтармау. Сөз қайтару да бұл да жаман әрекет, иә? Диас. Сабақты оқымау. Сабақ оқымау. Жақсы. Яғни бұл жаман әрекетке жатады, иә? Жақсы балалар. Тамаша. Енді олай болса, бүгінгі сабағымызға оралайық. Мына жерде балалар екі бағанда сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдерді қазір тыныс белгісіне назар аудара отырып, салыстырып, екі сөйлемді, екі бағанды салыстырып оқып көрейік. Бірінші сөйлем. Бағда ертегі оқылды. Азамат оқиық.
Ayağım. Бағдат ертегі оқы. Бұл жерде қаратпа сөз Бағдатқа айтып тұр. Бағдатқа айтып тұр. Яғни бұл жерде қаратпа сөз қайсысы? Бағдат. Тамаша. Екінші сөйлемді оқиын енді. Екінші сөйлем айтсын оқы. Оқушылар мектепте тәртіп сақтауға Мектепті. Екінші сөйлемде жаңа мысал оқып көрейік. Оқушылар мектепте тәртіп сақтаңдар. Яғни Бұл жерде қаратпа сөз оқушылар. Өйткені ол оқушыларға бағыттап тұр. бағыттап айтып тұр. Тамаша. Келесі үшінші сөйлем. Әже кетсе тігуді үйретті. Әже кетсе тігуді үйретіңізші. Үйретші. Бұл жерде қаратпа сөз әже. Әженің өзіне қаратып тұр. Әже кесте тігуді үйретші. Яғни бұл жердегі екінші бағандағы сөздер қаратпа сөздері. Иә, жақсы бала, қаратпа сөздері бар. Бағанды таптық. Қаратпа сөздің не екенін білеміз, иә? Ережені бір еске түсіріп алайықшы. Қаратпа сөз дегеніміз не еді? Ерте айтпақ. Сөйлегенде біреудің назарын өзіне аудару үшін айтылатын сөздер болады. Ондай сөздер қаратпа сөз деп айтылады. Аталады. Тамаша. Мысал келтіре қойшы. Мысалы, Аяжан, дәптеріңді таза ұста. Аяжан, дәптеріңді таза ұста. Тамаша. Яғни бұл жердегі қаратпа сөз қайсысы? Аяжан. Аяжан. Өйткені біз Аяжанды өзімізге қаратып, дәптерді таза ұстап жатырмыз. Жақсы, тамаша бала. Олай болса, барлығымыз оқулығымызды ашайық. 43-ші бетін. Оқулықты ашамыз. 5-ші жаттығуға қарайық. Яғни бұл жерде бізде балалар не берілген? Өлеңді тыңдайық. Ал, олай болса барлығымыз мағжанды тыңдайық. Мағжан, тыңдайық сөйле қойшы өлеңді. Балақай, бүлдірген телеміз, балақай, алақай. Ат жарыс көреміз, балақай, алақай. Айға ұшып барамыз, балақай, алақай. Фил ағаш жарамыз, балақай, ей атай. Өлеңі? Не өлеңі? Қады Мырзали. Қады Мырзали. Жақсы, тамаша бала. Ал енді өлеңді тыңдадық. Я барлығымыз бірге оқып шықтық. Енді балалар, астында бізге тапсырма берілген екен. Осы өлеңдегі қаратпа сөзі бар сөйлемді тап, және ол мына сызбалардың қайсысына сәйкес келеді. Ал мұқият өлеңге қарап, қаратпа сөзі бар сөйлемді тауып көрейікші. Аяғын айтып. Бүлдірген телеміз, балақай. Бұл сөз бірінші қатарға сәйкес келіп тұр. Бірінші нұсқаға сәйкес келіп тұр. Неге? Өйткені ол жерде ең соңында қаратпа сөз тұр. Соңында келген сөйлем және қаратпа сөздің алдында қандай конспект тұр? Қаратпа сөзді біз үтір арқылы не істейміз? Ажыратамыз деген сөздер. Жақсы, тамаша. Екінші. Келесі тағы бар ма? Мария. Айша айтыңызшы. Бұл жердегі қаратпа сөз бұл Сөйлем. Аяқтай. Бұл жердегі қаратпа сөз қайсысы? атай. Атай. Атайды өзіне қаратып. Жақсы, тамаша. Олай болса, балалар, қазір ойын ойнаймыз. Ойынның аты сөз ойла, тез ойла деп аталады. Яғни бұл ойынның ережесі. Мына жерде балалар, мұқият қарасаңдар, не берілген? Сөйлемдер берілген.
Тамаша. Бесінші сөйлем. Зара. Жарайсың. Сөйле. Жарайсың деді әкем. Жарайсың балам деді әкем. Бұл жердегі қаратпа сөз балам. Балам. Тамаша. Жарайсың балам деді әкем. Тамаша. Бесінші сөйлем. Олжас айтал. Әже, ертегі айтып берші. Бұл сөйлемде әже қаратпа сөз. Тамаша. Бұл жердегі қаратпа сөз әже. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Ал, олай болса, енді қазір оқулығымыздағы 6-шы тапсырманы дәптерімізге орындаймыз. Барлығымыз дәптерді ашайық. Бүгінгі күннің екініндайық. Қазанның бесі. Sınıf жұмысы. 6-шы жақта оқу. Жақсы балалар, бұл жерде 6-шы жаттығуда сөйлемдерді қаратпа сөздермен толықтырып жазуымыз керек. Яғни, жаңағы алдындағы ойын сөйлемді берілген сөйлемге біз не жазуымыз керек? Қаратпа сөздерді қосып сөйлемді толықтырып жазуымыз керек. Жақсы балалар, тапсырманы орындап болдық па? Тамаша. Ал олай болса, жазған жұмысымызды тексеріп көрейік, иә? Бірінші сөйлемде Арсен. Бала, мені көшеден өткізіп жіберші. Бұл жерде қаратпа сөз айтса? Балам, тамаша. Балам, мені көшеден өткізіп жіберші. Тамаша. Екінші сөйлем. Сырасын оқиды. Терезені дұрыстап жапшы, арман. Терезені дұрыстап жапшы, арман. Иә, тамаша. Бұл жерде қаратпа сөз сөйлемнің қай бөлігінде келіп тұр? Соңында келіп тұр, иә, тамаша. Қаратпа сөздің алдында өтір қойылып тұр. Келесі, үшінші сөйлем дұрыстап оқи ғой. Оқып жүрсің бе? Иә, бекзат оқып жүрсің бе? Бұл жерде қаратпа сөз қайсысы? Бекзат. Тамаша. Барлығымыз орындап болдық, иә? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Олай болса, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма балалар? Енді қараңдар. Мына жерде бізге сөйлемдер келді. Яғни, осы сөйлемдердегі қаратпа сөздің орнын табайық. Бірінші сөйлемді оқиды. Нұрислам. Бірінші сөйлемді оқиды. Балам, мына екінің Қандай? жақсы еді. Қандай жақсы еді. Яғни, бұл жердегі қаратпа сөз қайсысы? Қаратпа сөз қайсысы? Балам. Иә, бұл сөйлемде қай жеріне келіп тұр? Балам. Қай жеріне келіп тұр сөйлемді? Басында. Басында келіп тұр. Тамаша. Ал олай болса, екінші сөйлем Олжас оқи ғой. Кел балалар, оқулық. Бұл сөйлемде қаратпа сөз балалар. Иә, сөйлемнің қай бөлігіне келіп тұр? Ортасында Иә. өйткені оның жанында және Алдында және қаратпа сөзден кейін өтір қойылған. Иә, тамаша, жақсы. Үшінші сөйлем Арсен. айтқанымыз әкем, қаратпа сөз ол әкем. Сөйлемнің қай бөлігіне келіп тұр? Соңғы бөлігінде соңында келіп тұр, иә? Жақсы. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Жақсы, тамаша. Олай болса, үйге тапсырма балалар. 8-ші жаттығуды аламыз. Яғни, бұл жерде берілген қаратпа сөздер берілген сұхбатты